Түрмеде бір қабандай қара негір жаңадан келген бір жігітке тиісіп жатқанда артынан біреу түртіп еді. Негір әйшеға да қарамай көзімнен жоғал, біраз тұрып сенің де жазаңды берем дегенде, оны түрткен Қортықбай жаңа маған жоғал дедің ба деп қайталап сұрап еді. Негір иә сөйттім деп, бұны естіген Қортық артына бұрыла сала, мына қара шошқа маған жоғал деп айтып жатыр деп айғайлап еді. Түрмедегілердің барлығы жиылып, бұдан ашуланған негір жігітті тастай сала киімін шешкен бойдан Қортыққа атылады. Осылайда негірді сабап тастаған Қортық, оның саусақтарын бір-бірден қайырып тастағанда, жаңағыны арыстандай айбарланып тұрған негір жас балаша шырылдап тұрғанда, Қортық оны бір теуіп ұйықтатып тастайды. Бұны көрген Ақнәсілдер тобының атаманы Қортыққа бізге қосыл деп қолын бергенде, Қортық оны да бір беріп қалғанда байқұстың есі ауысып кетеді. Әр жаңағы таяқ жеген негірдің серіктері келіп, Қортықтан кек алу үшін барлығы атылғанда, Қортық бір тобан аласылап бұлармен айқаса кетеді. Осылайда негірлердің атаманы ғана қалып, ол қорқып қайтенін білмей тұрғанда, Қортық келіп жағынан бір ұрғанда байқұстың 7-8 тісі төгіліп, осылайдан Қортық бір-ақ күнде түрменің атаманына айналып, ол қай жерге барса да елдер орын босатып, түрме бастығы да оны кеңсесіне шақырып, бір қолына шампан, бір қолына сигарет беріп, тіпті оған арнаулы кеңсе мен арнаулы жатақ беріп, қылмыскер емес, қайта қонағындай күтеді. Ал түрме бастығының Қортыққа бұлай жақсаттануының себебі, Қортық кезінде әйгілі үй мүлік саудасымен айналысатын кәсіпкер болғандықтан, түрме бастығы Қортықтың көмегінде түрмені саяжай етіп өзгертіп салып, қайта сатып жіберіп, мол ақша табу екенде, түрме бастығы Қортыққа егер маған көмектессең жаза мерзіміңді 1 жыл қысқартып беремін деп еді. Бұны естіген Қортық көп ойланбастан мақұл бола салады. Тағы бір күні ойында ештеңе жоқ Қортық моншада ән айтып алаңсыз шомылып жатқанда, алдында тайғы жеп қалған Ақнәсілдер тобының атаманы одан кек алу үшін келіп еді. Қортық моншаның темірінен артындағы келген адамды көріп қойып, оның шабынан сәтті түрде қорғанып қалумен бірге тағы бір рет сазайын береді. Осылайдан кек алғалы келгендердің көкесін көзіне танытқан Қортық, бұлайша елмен соғыса беруді жөн көрмей, түрмедегі барлық адамды бір жерге жиған соң, оларға бұдан бұлай түрмеде ешкімнің соғысына болмайды, барлығымыз өзара ынтымақтасып өтейік. Егер соғысқыларың кеп қолдарын қышып бара жатса, менімен соғысыңдар деп еді. Ешкім де оған қарсы пікір айта алмай, барлығы да амалсыздан мақұл болады.